Бауырыңызды, өтіңізді тазалағыңыз келсе, мына шөпті қолданыңыз. Бұл растворовшы, мына суреттегідей шөптен жинақталған осындай дән. Күніге 1 чайный ложкадан ішесіздер. Үлкендерге бауырыңыздағы май, өттің толуы бәрін кетіреді. Бауырыңыз тап-таза болады. Және денеге шыққан селдер болады ғой, олардың барлығы түсіп қалады. Осылай қолданасыздар. Ыстық суға осылай демдеп қоясыздар. Тамақтың алдында 50-50 граммнан, тамақтан кейін жатар алдында 40 минут алдын осылай осыны ішіп аласыздар демдеп. Бауырды тап-таза қылып, бетіндегі майдың бәрін, жировой гепатозға ұшыраған адамдар болса, сол бауырдағы майдың бәрін тап-таза етіп тазалап береді. Денеңізде жеңілдік сезінесіз, жүректің айнуы басылады, барлығы кетеді. Осыны ішіп жүріңіздер.